Ал, болды, айта бер. Саламатсыздар ма? Мен сіздерді Гренви компаниясының швабрасымен таныстырып өтейін. Қазір базарда не көп, швабра көп, бірақ та бұл швабра өте керемет. Екінің бірінің жаңағы үйіне қажет нәрсе. Японияда өңделген швабра, пластмассы Германияда өңделеді, ал қалған салфеткалары Японияда. Бұл швабраның жаңағы басқа компанияға қарағандағы айырмашылығы, бұл микроволокна дейді. Микроволокна деген біздің шашымыздан 100 есе жіңішке жаңа технологиямен, кейінгі технологиямен жасаған, оны қиғашынан қиып, біріншіне бірін кіргізген. Сол кезде шаңды, майды, суды өзіне қарай сорып алады. Күнделікті кілемді тазалаған кезде кілемдегі бүкіл шашты, қалдықтардың бәрін тазалайды. Ескі кілемнің өзі бір айдың ішінде жаңа кілем болып жаңарып шығады. Былайынан сүртесіз. Шкаптың төбелерін сүрткенге де ыңғайлы, натяжной потолокты сүртуге де болады. Обойыңыз ескіріп тұрса, осы біздің швабрамен сүртсеңіз, ескі обойыңыздың өзі жаңарып шыға келеді. 4 мынандай салфеткасы бар, 4 жағы да жұмыс істейді. Бір рет сумен дымқылдап сығып аласыз, 120 квадрат полды жуып шығасыз, 3-4 күнге дейін полыңыз сол қалпында тұрады. Терезені сүртуге де болады, терезеңізде ешқандай із қалдырмайды. Хабарласыңыздар, тапсырыс берсеңіздер болады.